Машиналарға берілген энергия толық жұмысқа жұмсалмайды. Оның бір бөлігі ауа кедергісін жеңуге, бөлшектер арасында үйкеліс күшін жеңуге жұмсалады. Сол себепті берілген энергияның қаншалықты пайдалы жұмыс жасағанын білу үшін пайдалы әрекет коэффициенті ұғымы енгізіледі. Оны мынандай әріппен белгілейді. Это деп оқылады. Пәк деп айтамыз. Пайдалы әрекет коэффициенті. Оны табу үшін пайдалы жұмысты бөлеміз толық жұмысқа. АП деген пайдалы жұмыс. Пайдалы жұмыс. Джоульмен аламыз. Яғни жүкті көтеретін болсақ, қаншаға жүкті орналастырдық. АТ толық жұмыс. Ол барлық жұмсалған жұмыс. Осы екі қатынас бізге пайдалы әрекет коэффициентін береді. Көбіне пәкті тапқанда пайызбен береді. Сол себепті 100%-ке көбейтеді. Сонымен қатар қуат арқылы да табылады. Пайдалы қуат, толық қуат көбейтеміз 100%-ға. НП деген пайдалы қуат. Өлшем бірлігі ватт. НТ толық қуат. Өлшем бірлігі ватт. Енді жай механизмдардың пәктерінің формуласын жазайық. Иендіктің пайдалы әрекет коэффициенті mgh1 бөлі fh2. Яғни иендік h2-ге басып түседі, ал жүк h1-ге көтеріледі. Екінші жылжымалы блок mg бөлінген 2f. Яғни f бізде тартамыз, mg жүкті көтереміз. Үшінші жылжымайтын блок mgh бөлінген fl. F күшпен тартамыз, mg жүкті көтереміз. Осы үш формуланы жазып алыңыздар. Жай механизмді есептегенде қолданамыз. Сонымен қатар бізде көлбеу жазықтық бар. Оның пайдалы әрекет коэффициенті mgh бөлінген f1 көбейту l көбейту 100%.